Snickers трайфлын дайындайтын боламыз. Алдымен 2 жұмыртқаға шекерді жақсылап миксерлеп аламыз. Қанттың еруі маңызды емес, кейін оған сұйық май, сүт қосып тағы да араластырамыз. Содан соң ұн, какао, қопсытқыш, ас содасын қосып миксерлейміз. Ең соңынан қайнаған ыстық су қойып араластырамыз. Табамызға пергамент төсеп 180 градуста 10 минут 15 минут аралығында пісіріп аламыз. Креміне клегей, сгущенка және вареный сгущенка керек болады. Миксерлейміз. Креміміз дайын. Трайфлды жинауға кірісеміз. Піскен корждарымызды үгітіп аламыз. Бетіне канашын дайындай аламыз. Тек қана сливке және де шоколадты ертеміз. Бетіне орешки саламыз. И видеодағыдай жинауға кірісеміз. Кстати, карамель қоспасаңыздар да болады. Мен дейді артылып қалғаннан кейін қос жердің бетін қалыңғыша әрлейсіздер. Осымен біздің трайфлымыз дайын. Міндетті жасап көріңіздер, қыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.